Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Келесі сабақтарды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Жұрнақ пен жалғау тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. 78-ші сабақ, 57-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқиық. Қажымұқан Мұңайтпасов қазақтың атақты палуаны. Ол әлемнің бірнеше дүркін жеңімпазы. Қажымұқан 14 жасында саудагер байға жалшы болады. Қыс мезгілі. Бірде бай оны ат-шанамен шөп алып кел деп жұмсайды. Қайтар жолда қар қалың болып, ат-шананы тарта алмай зорығып өледі. Қажымұқан шананы атымен бірге өзі сүйреп алып келеді. Қажымұқан туралы басқа да мәліметтерді энциклопедиядан біліп ал деген тапсырма берілген. Қазақ елінің мақтанышы, алып күш иесі, теңдесі жоқ кәсіпқой палуан Қажымұқан Мұңайтпасұлы күрес өнерінің бірнеше түрін жетік меңгеріп, әлем чемпионы атағына қол жеткізген тұңғыш қазақ болып табылады. Дүниежүзінің 30-ға жуық мемлекетін аралап, 50-ден астам медаль жеңіп алған палуан. Келесі тапсырма: қарамен жазылған сөздердегі жұрнақ пен жалғауды ажырат. Қарамен берілген сөздер саудагер, жалшы және шанамен. Саудагер деген сөздің түбірі сауда, гер жұрнақ. Жалшы деген сөздің түбірі жал, шы жұрнақ. Шанамен деген сөздің түбірі шана, мен жалғау. 58-ші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Қажымұқан қазақтың атақты палуаны. Ол әлемнің бірнеше дүркін жеңімпазы. Әр сөйлемдегі қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда. Палуаны түбірі палуан, жалғау. Жеңімпазы түбірі жеңімпаз, жалғау. 59-ші жаттығуда да өлең берілген. Палуан-ау, палуан, әдіскерсің алуан, жекпе-жекке шығасың, қайсың бұрын жығасың. Әдіскерсің деген сөздің түбірі әдіс болады. Кер сөз тудырушы жұрнақ, сің деген жалғау болады. Келесі: палуан сөзіне бірнеше жалғау жалғап айт. Үлгісінде палуандар деген бірінші сөз берілген. Палуанның, палуаным, палуанмын. 60-шы жаттығу. Ойынды бұзсаң күш қылып, тоқтатады ысқырып. Бұның шешуі төреші. Шешуіндегі сөздің қосымшасы жұрнақ па әлде жалғау ма ажыратуымыз қажет. Төре түбірі ші жұрнақ болады. Өйткені бұл жерде жаңа сөз туып тұр. Келесі 61-ші жаттығу. Тәжірибе жаса. Кітап сөзіне пен хана қосымшаларын жалғап көр. Қай сөздің мағынасы өзгерді? Неліктен деп ойлайсың? Кітаппен деген сөзге немен деген сұрақ қоямыз. Сөздің мағынасы өзгерген жоқ. Ал кітапхана дегенде не деген сұрақ қоямыз. Демек, сөздің мағынасы өзгеріп кетті. Себебі хана деген сөз тудырушы жұрнақ жалғанып, жаңа сөз туып тұр. Осы хана деген сөздің жалғануы арқылы кітапханадан басқа емхана, аурухана, дәріхана, жатақхана дегенде жаңадан сөздер пайда болады. 78-ші сабақтың берілген тапсырмаларында дерлік сөздерді түбір мен қосымшаларына ажыратып шықтық. Поделиться деген батырманы басып, достарыңызбен видеоны бөлісіп қойыңыздар. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.